Hello everyone. Today we're going to learn about word order in questions. Сәлем достар, бүгінгі өтейінді отырған тақырыбымыз сұрақ қойып үйрену. Сұрақтағы сөздердің өзінің арнайы реті және де ол сұрақтарды қалай қоямыз, соны үйренетін боламыз. Сіздерге мына жерде көрсетілген таблица осы сұрақтың өзінің арнайы реті көрсетілген. Ең бірінші сіздер мына сол жақта жазылған сұрақтардың аудармасын дәптерлеріңізге жазып алғандарыңыз дұрыс болар. Мысалға, енді сұрақ түрі өте көп, алдағы уақытта да қазір көрсететін боламын. How old, жасың нешеде? Where, қайда? What time, сағат нешеде? Why, неге? Енді біз сұрақ қоятын кезде бізде мынандай өзінің формуласы бар. Формула өзі екі түрі болады формуланың. Мына жерде астыңғы жағында көрсетілген аси деген немесе куаси деген. Біз бірінші мына аси дегенді үйреніп алайық, Ол аси деген не? Аси дегеніміз ол мына сұрақты қоятын кезде бізде мысалға сенің атың кім деген сияқты, немесе сенің жасың нешеде? How old are you? Мысалға, How old are you? Сенің жасың нешеде деген сөз. Осы жерде мынау бірінші міндетті түрде бірінші сұрақ кетеді. Міндетті түрде бірінші сұраулы сөз кетеді. Сұрақ сөз дегеніміз ол кім, не, қашан деген сөздер, ол міндетті түрде бірінші кетеді. Сосын екінші жаңағы аси деген формула бойынша мынау А деген не? Auxiliary verb. Auxiliary verb дегеніміз көмекші етістік кетеді міндетті түрде. Ал бізде көмекші етістік, қандай көмекші етістік үйрендік біз? Am, is, are үйрендік, үйренгеніміз бойынша. Am, is, are дегендер бар еді. Осыны біз auxiliary verb көмекші етістік деп атаймыз. Бірінші сұрақ кетеді, одан кейін көмекші етістік кетеді, үшінші не кетеді? Subject. Subject деген сөз, бастауыш деген сөз. Subject бастауыш. Бастауыштың ішіне не кетеді? Мен, сен, ол, адамның аты болса аты тұрады. Қаланың аты болса қаланың аты тұрады. Мысалы, жануар болса жануар тұрады, Міндетті түрде кім, не деген сұраққа жауап беретін бастауыш тұру керек, Содан кейін ары қарай мынау сөздерді, соңғы таблицада тұрған сөздерді толықтауыш деп атаймыз, Сөйлемді ары қарай толықтырып тұратын сөздер. Мысалға, сөйлем осы жерден бітіп қалуы да мүмкін, мына subjecттен бітіп қалуы да мүмкін. Мысалға, жаңағыдай How old are you? Сенің жасың нешеде? Сенің жасың нешеде деген кезде осы жерден сұрақ бітеді. Немесе Where are you from? Сен қай жақтансың деген кезде from деген қайдан, Откуда деген сияқты ғой енді. Мен сол жақтанмын деген кездегі from сөзі қосылып тұр, Осындай қылып сөздер қолданылады. Сіз ең бастысы мына ережесін жатқа білсеңіз болады. Бірінші сұраулы сөз кетеді, екінші көмекші етістік кетеді, үшінші міндетті түрде бастауыш кетеді. Ары қарай толықтауыш сөздер қосылып кете береді. Сол сияқты сіздерге де астында мысал беріп қойған, Қалай біз алдында бұл тақырыпты өткенбіз, негізі алдыңғы сабақтарда. Мысалға, сұрақты сөзде, сөйлемде they are American деп тұрса, біз не істейміз? Are көмекші етістігін алдыға шығарып жібереміз, Сол кезде are they American? Енді қараңыздар, осы жерде are дегеніміз біздің жаңағы auxiliary verb көмекші етістігіміз, Сосын they деген ол біздің бастаушымыз, сосын American ол толықтауыш сөз қосылып тұрған. Енді бұл бірінші сұрақты құраудың бірінші түрі. Енді екінші түріне көшейік. Біз жаңа аси дегенді талқылап болдық. Енді біз куаси дегенге шығайық, Куаси дегеніміз ол жаңағыдай дәл жаңағы сияқты, тек сәл өзгешелігі бар, Бірінші міндетті түрде сұраулы сөз кетеді. Мысалға, where қайда, what не, what music қандай музыка, when қашан, how қалай,
осы бірінші міндетті түрде сұраулы сөздер кетеді. Бұндай сұраулы сөздер өте көп. Екінші, тағы да көмекші етістік кетеді. Біз қандай көмекші етістікті білеміз? Тағы да еске түсірейікші. Am, is, are білеміз. Сосын present simple'дағы do мен does'ды білеміз. Әзірге білетініміз. Негізі көмекші етістіктер көп, просто әзірде сіз осыны ғана білесіздер. Сосын do, does. Сосын do, does'дан кейін көмекші етістіктен кейін міндетті түрде тағы да не кетеді? Subject. Жаңағы бастаушымыз кетеді. Сөйлемнің реті бойынша. Сосын соңында infinitive. Infinitive ол етістік. Неде present simple'да міндетті түрде етістік жазамыз. Мысалға, сен қайда тұрасың? Where do you live? Сен қайда тұрасың? Where қайда, do көмекші етістік, you бастауыш, live өмір сүру. Сол сияқты немесе мына сұраулы сөз болмаса, қайда, қашан деген сұрақ болмаса, біз жай ғана do you speak English? Сен ағылшынша сөйлейсің ба? Деп те сұрақ қоя аламыз. Тек мына көмекші етістіктің өзімен де сұрақ қоя аламыз. Сосын қажет болса, мынандай қайда, қашан деген сұрақтарды қоссақ та болады. Сосын мысалға, сен қандай музыканы ұнатасың? What music? Екеуі қосылып қандай музыка деген мағынаны білдіреді. What music do you like? Do көмекші етістік, you бастауыш, like ұнату. Сен қандай музыканы ұнатасың? Өстіп, сөйлемнің сұрақтың өзінің реті бар. Осы рет бойынша жүреді. Қандай сұрақ болса да. Түсінікті ғой? Енді келесі бетте сіздерде сұрақ көрсетілген, бірақ сұрақтың ішіндегі сөздердің реті ауысып кеткен. Сол ретті біз мына алдағы көрсетілген ереже бойынша рет-ретімен қойып шығуымыз керек. Мысалға, мына бірінші сөйлемде бірінші сұрақты live, you, do, where 4 сөз тұр, орындары ауысып кеткен. Соны біз рет-ретімен қоямыз. Бірінші не кетеді? Сұрақ кетеді. Екінші не кетеді? Көмекші етістік кетеді. Үшінші бастауыш кетеді. Төртінші іс-әрекет етістік кетеді. Сосын сол сияқты ары қарай бірінші сөйлемді бір көрсетіп өтейін сіздерге. Бірінші міндетті түрде не кетеді? Сұрақ кетеді. Сұрақ where. Екінші көмекші етістік кетеді. Көмекші етістік бізде қайсысы? Do. Where do. Үшінші бізге бастауыш керек. Бастауыш бізде мына brothers, ағаларың, Енді кімнің ағалары? Бізге кімнің ағалары екенін табу керек қой, міне. Yo деген сөзді қосамыз, сол кезде сенің ағаларың деген бір бастауыш сөз шығады, Where do your brothers, сосын соңғы іс-әрекет, етістік work. Сонда where do your brothers work? Сенің ағаларың қайда жұмыс істейді? Деген сұрақ шығады. Ең бастысы, сіз мына таблицаға қарап отырып, осы таблица бойынша қоя алсаңыз болғаны. Сосын енді екінші сөйлемді бір таныстырып өтейін. Екінші сөйлемге қарасақ, екінші сөйлемде бізде сұраулы сөз бар ма? Қайда, қашан, не деген сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Енді не істейміз? Мысалға, мына жерде де do you speak English дегенде де сұрақ жоқ. Яғни біз сұрақсыз-ақ бастай аламыз, Яғни немен бастаймыз? Көмекші етістікпен бастаймыз. Енді мына жерден көмекші етістік тауып алайық. Көмекші етістік is, is'дан кейін не кетеді? Бастауыш кетеді. Бастауышқа бізде телефон тұр, Не деген сұраққа жауап береді. Сенің телефоның is, мынау сенің телефоның ба деген сұрақ болып тұр сонда, Is, мынау, is this your phone? Мынау сенің телефоның ба? Мына жердегі this ол тек толықтауыш қосымша сөздің қызметін атқарып тұр. Түсінікті ғой? Енді дәл осы мына алдындағы таблицаның реті бойынша қалған 3-тен 8-ге дейінгі сұрақтарды рет-ретімен жазып шықсаңыздар болады. Енді келесі бетте сіздерге осы алдыңғы сабақта өткен to be етістігі мен
present simple'дың екеуінің айырмашылығы. Екеуін қайсысын қай жерде қолданамыз, иә? Көп адамдарға мен мысалға эмизаны үйреткен кезде аппаратта кез келген жерге I am happy болса, мысалға ол жері дұрыс. I am go to school деп мына жерге де am'ді қосып жатады да. Соны енді екеуінің айырмашылығы. Am is a қай кезде қолданылады? Am is a жаңағы to be етістік жоқ болған кезде қолданылады. Сөйлемнің ішіне қарайсыз, сөйлемнің ішінде етістігі жоқ па? Яғни онда сіз am is a қолдана аласыз. Мысалға, мына жердегі берілген сөйлемдерге қарайық. I am happy. Ішінде етістік жоқ. Happy мен бақыттымын деген сөз. Бақытты болу ол етістік емес, ол сын есім. I am a doctor. Мен дәрігермін. Етістік жоқ. Мынау дәрігер. He is at home. Ол үйде. Ішінде етістік жоқ. Ол үйде отыр, ол үйде жатыр, телевизор көріп жатыр деген не жоқ. Іс-әрекет жоқ ішінде, We are from Kazakhstan. Біз Қазақстаннанбыз. Ішінде етістік жоқ. Енді ал мынау do, does қай кезде қолданамыз, Ал эмизаны қай кезде қоймаймыз, Ол эмизаны қоймаймыз, егер етістік бар болса. Мысалға, I go to school. Ішінен етістікті тауып алайық. Go, бару, Бару ол етістік. Яғни сіз етістік болса, онда сіз мына жерге I am go to school деп айта алмайсыз. Өйткені ішінде етістігі бар. Түсінікті ғой? Ішінде етістік болса, біз am is a қоспаймыз. Енді I go to school деп айтамыз, I am go to school деп айтпаймыз. Өйткені сөйлемнің ішінде етістік бар. Дәл сол сияқты do, does'ды да тек етістік бар жерде ғана қолданамыз, I don't go to school. Мен мектепке бармаймын. Мына жерге don't қолданамыз, өйткені go деген етістік тұр. Осы жерге біз мынандай қылып I am not go to school деп айта алмаймыз. I am деп қоса алмаймыз бұл жерге, өйткені сөйлемнің ішінде етістік бар. Дәл сол сияқты he has breakfast. Осы жерге мынандай біз is деген көмекші етістікті қоя алмаймыз, өйткені has деген ол іс-әрекет. Has breakfast тамақтану, ішу, таңғы ас ішу деген мағынаны білдіріп тұр. Сондықтан да бұл жерде am is a қосылмайды. Дәл сол сияқты she doesn't eat fast food. Осы жерде doesn't қосылып тұр. Неге? Өйткені eat, жеу деген іс-әрекет тұр. Сондықтан да біз бұл жерге мынандай is'ді қоя алмаймыз, сондықтан да doesn't қоятын боламыз. Етістік болғаны үшін. Түсінікті ғой? Екеуінің айырмашылығы сол. Енді сол алдағы түсіндірілген не бойынша, грамматика бойынша сіздерге бір жаттығу берейін, Жаттығудың басын бір түсіндіріп өтейін. Is, are, do, does қойып шығыңыздар дейді. Мысалға, where, мына жерде does түсіп қалған, Where your sister live, мысалға. Мына жерде does көрінбей тұрса, не қояр едіңіз? Сіз мысалға, your sister деген қыз ғой енді, she ғой, she болса мен is қоям деп, осы жерге is'ді ойлауыңыз мүмкін. Бірақ сөйлемнің ішінде етістік бар ма, жоқ па, бір қарап шығуымыз керек. Live етістік болғандықтан біз is бен аны қолдана алмаймыз. Оның орнына не қолданамыз? Әрине does қолданамыз. Келесі сөйлемге қарайық. Football your favorite sport дейді. Футбол сенің сүйікті спортың. Ал енді қараңыздар, ішінде етістік бар ма? Етістік жоқ. Сүйікті спорт, қандай спорт, Футбол, олар етістікке жатпайды. Ал енді етістік жоқ болса, біз онда am is a қолдана аламыз ба? Әрине қолданамыз. Енді is қоямыз ба, a қоямыз ба? Футбол ол жансыз нәрсе. Яғни біз оған сосын бір ғана нәрсе болғандықтан is қолданамыз, Is football your favorite sport? Деп өстіп қолданып кете береміз. Дәл сол сияқты 2-ден 9-ға дейінгі сөйлемді жаңағыдай талқылап отырып қарайсыздар. Ішінде
етістік бар ма, етістік жоқ па деп, иә, сөйтіп қарап отырып осы жаттығуды жасап шығамыз.